Сәлем, менің атым Ливиан. Біраз уақыт бұрын менің бетіме безеулер шыға бастады. Сіздің бетіңізге безеу шыққан болса, сіз де оны кетіріңіз келген шығар. Менің сіздерге айтқым келетін ақылым, абай болыңыздар. Себебі мен интернеттен тапқан рецепті қолданғанда бұл үлкен катастрофаға әкеліп соқты. Бір күні мен айнадан бетіме қаптап кеткен безеулерді көрдім. Ол менің түгел бетіме шығып кетіпті. Бағыма қарай суббота болатын, және сабаққа барып керек емес еді. Өсекші қыздардың не айтарын елестете де алмадым. Мен интернеттен безеулерді кетіруге болатын рецепті іздей бастадым. Тек өзімнің үйімде бар нәрселерден жасауға болатын жақсы рецепті таптым. Бірнеше минуттардан соң мен бетімнің күйіп және ашытып бара жатқанын сездім. Мүмкін рецепт осылай жұмыс істейтін шығар. Басқа қандай себеп болуы мүмкін? Бетім ашып бара жатса да, мен масканы шыдай алғанымша ұстаймын деген шешім қабылдадым. Мен енді шыдай алмай, бетімді суық сумен шайып жібердім. Маска алынбай жатқан соң, оны қолмен алуға тура келді. Сосын мен екінші этажға көтеріліп, айнаға қарадым. Айнада менің түрім қызыл болғаны сонша, бұдан жаман болуы мүмкін еместей көрінді. Сосын мен апамды шақырдым. Ол келіп мені көрген соң ата-анама қоңырау шалды. Жедел жәрдем шақырмақшы еді, мен қорқытып шақырмадым. Менің ата-анам келген соң, анам менің бетімді қалпына келтіру үшін крем жақты. Біз 15 минуттай тостық, бірақ ол нәтиже бермеген соң жедел жәрдем шақырдық. Дәрігер менің бетіме безеудің аллергиясы шығуы мүмкін деді. Бірақ мен маска туралы айтқанда, масканың құрамындағы майлардың кесірінен бетім қызарған туралы айтты. Дәрігер маған безеу кетіруге арналған жолдарды көрсетті. Мен енді өзімді үй жағдайында емдемеуге шештім. Сіздерге де осындай жағдай болса, комментарийға қандай жағдай болған және сізде қалай не істегендеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Ал егер сіздерге бұл видео ұнаса, каналға тіркеліп, любель басуды ұмытпаңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.